В общем, бақтың сәлем, сіздермен бірге мен Аят достар. Бүгін біз өзінің соққан сарайыма обзор жасайтын боламыз. Яғни қазақша тілде айтқан кезде достар, шоу жасайтын боламыз. Егерде осы менің соққан сарайым сіздерге ұнайтын болса, онда сіздер осы сарайға оценка беріп кетулеріңізге болады, яғни баға беріп кетулеріңізге болады достар. Егерде видео ұнап барады жатса, енді лайктарыңызды басып кетіңіздер және арнаға тіркеліп кетіңіздер. Так, онда сіздерге мен дейтін сарайды түсіндіріп кетейін. Сарайға обзор жасап кетейін достар. Так, сарайға былай бара жатқан кезде достар, осындай сіздерді үлкен қақпан күтіп алатын болады достар. Үлкен қақпан. И осы үлкен қақпандағы есікті ашатын болсаңыздар достар, тағы бір есік күтіп алатын болады сіздер достар. И осылай есікті жабамыз. Я енді үңгірде тұрмаймыз ғой достар, есікті жауып жүруіміз керек достар. Так, осылай жүргенде бізді осындай сарайшық күтіп алады. Достар, бұл сарайшық да енді достар мұнаралар бар. Мұнаралар бар, но бірақ мұнараларға былай дейсің, міне алмайсың олай. Мұнараларға былай мінуге болады достар. Осылай мінуге болады мұнараларға. Бұл сарайда әр нәрсенің өзінің реті бар достар. Сол үшін пофиг мініп кете алмайсың ол мұнараға да. Енді достар, бізде осы сарайшыққа кіре берісте достар, осында екі асхана бар достар. Асхана. Асханалар тамақ ішіп алатын. Жоқ, тамақ ішпейтін аяқта. Бұндай билеушілер тамақ ішпейді. Бұл жерде тек обычный поварлар болмаса қарапайым халықтың өзі аяқтан тамақ ішпейді. Миллион әңгіме қозғамай қойық достар. Важен емес. Так, аяқта енді кішкене қызметкерлер тамақ ішетін жер үшін бұл. Ал енді мына достар, енді әл ауқатты адамдар тамақ ішетін аяқтан достар. Бірақ мынау үлкен дастархан деп айта алмаймыз, себебі мына аяқта алтақ орын бар. Үлкен болып көрінгенмен, бірақ алтақ орын бар. Мына аяқта тақ көріп тұрғандарыңыздай тақты онша емес жасаптым достар енді. Ал мына аяқта достар, енді қызметкерлер осы аяқпен көтеріліп, төбеге көтеріледі қызметкерлер осы аяқпен. И осы жақтан оружие бүкілін алатын болады достар. В общем, сондай. Ал енді мына аяқпен достар, баспалдақпен қарапайым адамдар көтеріледі. Мына аяқ достар, енді патша мен ханшайымның, в общем, төсегі ғой деп қоясың, короче. Мейлі ол айтатын әңгіме емес. Так, мына аяқ шкаф, киім тұратын жер, в общем, бірақ бұл әшейін андай реквизит әшейін достар. Просто стиль үшін жасалған. Сондай. Мына аяқта отырып шай ішіп подкаст түсірсең болады, қоясың ғой, короче. Мына аяқ балкон өздеріңіз тұрғандарыңыздай. Енді анау айтқандай үлкен сарай емес, бірақ сарай дегеннен гөрі достар, сарайшық деген кішкене келетін сияқты достар. Енді достар, аяқ сарай деп не үшін айтпаймын, себебі әңгіменің төтесінен кеп кіргізе салмаймын мен достар. Бұл жай ғана сарайшық достар, менің ойымша. Сіздердің ойынша қандай? Соны комментке жазып кетіңіздер. Сіздерге бұл әшейін лашық па? Әлде бұл үй ма әшейін сіздерге? Әлде әшейін сарайшық па? Әлде сіздерге үлкен қамал ма? Немесе үлкен сарай ма? Соны комментке жазып кетіңіздер. Ал енді мен мына жерде негізі түсіретін бір нәрсе көріп тұрған жоқпын. Сол үшін мен видеоны аяқтаймын. Егерде сіздерге видео ұнаған болса, онда лайктарыңызды басып кетіңіздер және арнаға тіркеліп кетіңіздер. И осы видеоға топырлатып комментарияны толтыртсаңыздар және жаңадан шыққан қоңыраушаны басып қойыңыздар әрине, себебі
ол аркылуу менин видеоларымды үзбөй карайтын болосуздар және биринчи болуп карайтын болосуздар. Солай болушум, көрсөтөтүн нерсе жок. Ал эми сау болуңуздар, келесі кездескенче достар.